Біз бүгін математикадан теңдеуді шешеміз. Теңдеудің шешу жолдарын түсіндіріп айтамын. Мұнда 570 көбейту x бұл белгісізі бар, белгісіз саны бар жағы. Мұны теңдеудің сол жағына өзін қалдырамыз. Енді белгісіз саны жоқ амалдарды орындап аламыз. Ол үшін 13540-ты теңнен кейін өзін жазып аламыз да. Енді 4700-ді теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен өткіземіз. Минус 4700 болып тұр. Мына жаққа өткенде бұл плюс 4700 болып шығады. Ары қарай кеттік. 570 көбейту x тең. Мұнда мына екеуін қосқан кезде бізге 18240 келіп шығады. Енді біз мына x-ті табуға кірісеміз. X тең, x белгісіз санды теңдіктің сол жағына шығарамыз. Енді 18240 теңнен кейін жазамыз. Бұл жерде біз екінші көбейткішті табамыз айтқандай. Көбейткішті табамыз. Ол үшін көбейтіндіні бөлеміз көбейткішке. Яғни 18240-ты 570-ке бөлеміз. Осы кезде x тең 32 келіп шығады. Мен барлығын бөліп жазып тексеріп қойғанмын. Енді біз шығарған есебімізді тексереміз. Бұл жерде x-ның орнында 32 келіп шықты. Дұрыс па, дұрыс емес пе тексеріп шығамыз. 570 көбейту x-ның орнына 32-ні қоямыз. Сол кезде бізге 18240 келіп шығады. Осы 18240-тан азайтамыз. Белгісіндегі 4700 санын. Сол кезде бізге келіп шығады 13540. Яғни біздің x-ның орнына тапқан санымыз дұрыс болып шықты. Яғни теңдіктің сол жағында да